Армысыздар, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге Дамир ағай және 140 онлайн білім беру орталығы. Бүгін біз сіздермен бірге ерітінділер тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Нақтырақ айтатын болсақ, мольдік концентрация. Енді бүгінгі сабағымызда мольдік немесе малярлық концентрация екеуі де бір нәрсе. Сонымен қатар белгілі бір мольдік концентрациядағы ерітіндіні дайындау және ерітінді құрамындағы еріген заттың мөлшерін есептеу, сонымен қатар массалық үлес пен мольдік концентрацияның арасындағы байланысты қарастыратын боламыз. Енді ең алдымен жалпы мольдік немесе малярлық концентрацияны қарастырайық. Бұл жалпы концентрацияның негізгі анықтамасы, ол көлемі 1 литр ерітіндіде еріген заттың мөлшерін көрсетеді дейді. Және өлшем бірлігі басын бастаймыз. Естіле ма негізі, естілмей ма бұндай? Қабая басынан. Онда естілмейді негізі. Ұра бер десеңізші, өлшеме дымға қарамай. Болды. Ешке айтасыз ғой, тоқтаң ағай деп ше. Сөй, кеттік. Неме? Бетім кір ма? Сөз. Просто шоколад жеген жасым. Тез. Армысыздар, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге Дамир ағай және 140 онлайн білім беру орталығы. Бүгін біз сіздермен бірге ерітінділер тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол мольдік концентрация. Енді бүгінгі сабағымызда мольдік концентрация, жалпы оны қалай есептейміз, ол нені білдіреді, оның массалық үлестен қандай айырмашылығы бар. Сонымен қатар белгілі бір мольдік концентрациядағы ерітінді дайындау есептерін, ерітінді құрамындағы еріген заттың мөлшерін есептеу және массалық үлес пен мольдік концентрация арасындағы байланыс. Міне осы дүниелерді бұйырса сіздермен бүгінгі сабақта қарастыратын боламыз. Енді ең алдымен жалпы мольдік концентрацияның біз негізгі анықтамасын қарастырып жіберейік. Көлемі 1 литр ерітіндіде дейді. Еріген заттың мөлшерін көрсетеді. Өте маңызды анықтама, құрметті оқушылар, бұл сөйлемнің өзін біз енді формулаға айналдырып көрейік. Жалпы бұл заттың бізде өлшем бірлігі моль бөлінген литр немесе малярлы деп оқылады екен, яғни үлкен М-мен де белгілей салуға болады. Құрметті оқушылар, демек қараңыздар, жалпы бізде малярлық концентрацияны анықтау үшін біз не істеуіміз керек? Мольді бөлуіміз керек екен литрға. Кеттік, жазып көрейік ендеше. Жалпы малярлық концентрация бізде С деген әріппен белгілеу мүмкін, немесе СМ, яғни малярлық концентрация деген мағынаны білдіреді екен, иә? Енді ең бірінші негізгі формуласы ол бізде моль, яғни зат мөлшер. Бұл жақта міндетті түрде, құрметті оқушылар, еріген заттың мөлшері қолданылады. Яғни қанша моль еріген, соны біз жалпы ерітіндінің көлеміне бөледі екенбіз. Көрдіңіздер ме? Яғни өлшем бірлігі, міне зат мөлшері ол бізде моль. Яғни сол еріген заттың молін біз әрине жалпы ерітіндінің көлеміне, яғни литрға бөледі екенбіз. Міне сондықтан ең бірінші формуламыз, ең негізгі формуламыз міне осы. Келесі екінші формуласына келетін болсақ, құрметті оқушылар, біз мына жақтағы зат мөлшер еріген затты әрине масса бөлінген малярлық масса деген күйге ауыстыруымызға болады. Сондықтан масса еріген зат бөлінген малярлық масса еріген зат. Яғни енді әрине масса бөлінген малярлық масса бізге осы мольді беретін еді бізде. Және бөлінген әрине көлем. Бұл жақта да енді өлшем бірлігі өзгермейді. Моль бөлінген литр немесе малярлы деп те жазсақ болады. Мына малярлы мен моль бөлінген литр екеуі бір. Жарайды ма, құрметті оқушылар? Екеуі де бірге концентрацияны көрсетеді. Келесі бір формула, егер бізде бұл жақта ешқандай зат мөлшері берілмеген болса, онда біз мына формуланы қолданамыз. Малярлық концентрация тең болады 10 көбейтілген ро көбейтілген омега бөлінген малярлық масса. Малярлық масса бұл жақта әрине еріген заттың малярлық массасы. Тура солай омегада бізде еріген заттың массалық үлесі екен. Және құрметті оқушылар, енді бізде тағы да жиі кездесетін бір формула, ол әрине массаны табу, яғни еріген заттың массасын табу үшін, құрметті оқушылар, біз не істейміз? Бұл жақта концентрация, малярлық масса, көлем барлығын бір-біріне көбейтеді екенбіз. Сонымен қатар бізде мына формуладағы, мына үшінші формуладағы бізде көбінесе сұрайтын дүние, ол әрине массалық үлес. Кей кезектерде бізде омеганы сұрап қалып жатады, концентрацияны беріп қойып. Ол кезекте біз концентрация мен малярлық масса еріген затты бір-біріне көбейтеміз және 10 көбейтілген роға бөліп жібереді екенбіз. Яғни қарапайым формуланы түрлендіру.
Енді құрметті оқушылар, жалпы малярлық концентрацияның есептерін қарастырып көрейік, иә, қандай есептері бар, қандай типтері көбінесе кездеседі, және оларды әрине қалай шығарамыз, иә. Мына формулаларды қолданып есеп шығарып көрейік. Ең бірінші біздің тапсырмамыз 2 литр ерітінді құрамында 0,1 моль еріген зат болса, оның концентрациясы дейді. Ал кеткенше басақ, жалпы концентрация Cm деп бізде белгіленеді, және еріген заттың концентрациясын табу үшін ең бірінші формуланы қолданамыз. Ол әрине зат мөлшері еріген зат бөлінген В ерітінді. Еріген заттың мөлшері бізге белгіленген екен. Міне мына жақта 0,1 моль дейді. Жазып қояйық. 0,1 моль бөлінген ерітіндінің көлемі. Ерітінді бізде жалпы 2 литр делінген екен. 0,1 мольді 2-ге бөлетін болсақ, бізде 0,5 моль бөлінген литр деген жауап шығады, яғни бұл жақтағы С жауабы дұрыс болады деген сөз. Келесі, екінші есебімізді көрейік. Көлемі 250 мл ерітіндіде 1 грамм натрий гидроксиді бар дейді. Осы ерітіндінің малярлық концентрациясы. Енді құрметті оқушылар, қараңыздар. Бұл жақта бізге берілген еріген затымыз әрине ол натрийдің гидроксиді, натрий OH. Массасы бар жоғы 1 ғана грамм екен. Келесі, оның көлемі берілген натрий гидроксидінің емес, құрметті оқушылар. Жалпы ерітіндінің көлемі, 250 мл. Және құрметті оқушылар, жаңағы формуланы кәне біз қолданайық. Ең бірінші формула бізде моль бөлінген литр еді. Бұл дұрыс формула. Бірақ енді бұл жағдайда бізде не жоқ? Моль жоқ екен. Сондықтан біз екінші формуланы қолданамыз, яғни мольдің орнына масса еріген зат бөлінген малярлық масса еріген зат дегенді қолданамыз. Және бөлінген көлем әрине. Кеттік енді әрқайсысын өз орындарына қойып шығайық. Масса еріген зат бізде 1 грамм, яғни бұл натрий гидроксидінің міне массасы бізге берілген, құрметті оқушылар. Келесі малярлық массасын есептеп аламыз. Натрий 23, оттек 16 және 1, жалпы малярлық массасы 40 грамм бөлінген моль бізде. Солай ғой, міне малярлық массаның орнына қойып жатырмыз. Және келесі бізде көлем. Құрметті оқушылар, көлемді біз миллилитрмен емес, литрмен алатын едік. Себебі анықтаманың өзі сондай, жаңағы белгілі 1 литр ерітіндіде еріген заттың мөлшері, яғни литрмен алынады бұл жақта. Сондықтан мына 250-ді біз 1000-ға бөліп жіберейік, сонда бізде 0,25 литр шығады екен, немесе 0,250. Қалай ыңғайлы өздеріңе. Және төменгі жағына әрине 0,250 литр деп жаза салайық. Сонда қараңыздар, құрметті оқушылар, грамм мен грамм бізде қысқарады, дұрыс па? Кеттік ал. 1-ді бөлеміз 40-қа, бөлеміз 0,25-ке, шығады бізде 0,1 моль бөлінген литр деген жауап, немесе 0,1 малярлы десек те болады. Демек, Д нұсқасы бізде дұрыс болады екен. Міне жалпы осылай біз концентрацияны есептейміз, қатты бір қиындығы жоқ. Келесі есебімізді көрейік. 1 литрінде 224 грамм азот қышқылы бар ерітіндідегі азот қышқылының массалық үлесі дейді. Жақсы, кәне бұл есепті шығарып көрейік, құрметті оқушылар. Енді формуламен де шығатын секілді, және жаңағы бұлай негізі логикалық түрде де шығаруға болатын секілді. Жақсы, ал енді бізде не нәрсе бар, соған бір назар аударайық, құрметті оқушылар. Бұл жақта әрине 1 литр дейді, яғни ерітіндінің көлемі берілген 1 литрға тең бұл бізде. Және бізден байқасаңыздар, енді концентрацияны сұрап атқан жоқ. Бұл есепте. Концентрацияны сұрап атса, біз оны литрмен ақ қалдыратын едік. Алайда бізге бұл жағдайда сонымен қатар ерітіндінің тығыздығы берілген, және оның өлшем бірлігіне қарасаңыздар, грамм бөлінген миллилитр. Солай ғой? Сондықтан мен мұнан 1 литр дегенді 1000 миллилитрға айналдырып жіберейін. Осы кезекте біз мына екі мәліметті қолданып, жалпы ерітіндінің массасын таба аламыз. Солай емес пе? Яғни тығыздық көбейтілген көлем. Тығыздығы бізде 1/12, көлемі бізде 1000. Сонда бізде 1120 грамм, бұл құрметті оқушылар жалпы ерітіндінің массасы болады. Ал енді бізде осы ерітіндінің ішінде, яғни 1120 граммның ішінде азот қышқылы еріген екен. Және осы еріген азот қышқылының массасы бізде 224 грамм. Демек, құрметті оқушылар, осы азот қышқылының біз әрине массалық үлесін таба аламыз. 224 бөлінген 1120. Әрине көбейтілген 100% бар, себебі пайызбен сұрап тұр екен. Сондықтан бізде бұл жақта жауап 20% шығады. А нұсқасын белгілейміз. Келесі бір есебімізді көрейік ендеше, құрметті оқушылар. Көлемі 200 мл, малярлық концентрациясы 0,25 мл ерітіндідегі натрий карбонатының массасы дейді.
Жақсы, бізге берілген ақпараттар бұл жақта ерітіндінің көлемі, ерітінді бізде 200 мл. Сонымен қатар, құрметті оқушылар, бізге малярлық концентрация берілген екен. Бұл бізде натрий карбонатынікі. Оның өлшем бірлігі 0,25 моль бөлінген литр. Енді бізде концентрация берілгендіктен, яғни бұл жақта әрине көлем ретінде литрді қолданамыз, сондықтан мына 200-ді 1000-ға бөліп жіберейік бірден. 0,2 литр деген жалпы көлем шығады. Келесі мәселе ол бізде массаны сұрап жатыр екен. Құрметті оқушылар, бізде жаңағы малярлық концентрацияның сіздерде екінші формуласы естеріңізде шығар. Ол масса бөлінген малярлық масса көлем деген формула бар еді. Осы жерде массаны табу үшін біз концентрация, малярлық масса, көлем барлығын бір-біріне көбейтеміз. Массаны табу үшін. Кеттік, ал есептейік. Масса натрий карбонат дей салайын. Кеттік. Малярлық концентрация бізде міне есептің берілгенде тұр. Жазып жіберейік. 0,25 моль бөлінген литр. Келесі. Малярлық массасы натрий 23-тен 2, 12 және 48, жалпы 106 грамм бөлінген моль. Және көбейтілген көлем бізде 0,2 литр. Жасайық 0,2 литр. Барлық осы үш мәліметті бір-біріне көбейтеміз. 0,25 көбейту 106, көбейтілген 0,2 шығады бізде 5,3 грамм деген жауап, яғни Б нұсқасын осы жерде белгілейміз. Келесі бір есебімізді көрейік. Егер 240 грамм суда 10 грамм натрий гидроксиді бар болса, тығыздығы 1,04 грамм миллилитр сілті ерітіндісінің малярлық концентрациясы дейді. Енді бұл жағдайда, құрметті оқушылар, ақпараттарды бірінші жазып алайық. Яғни бізде судың массасы бар 240 грамм және 10 грамм натрий гидроксиді дейді. 10 грамм натрий гидроксиді. Жалпы әрине бұл екеуі ерітінді болу үшін бір-біріне қосылады. Сонда жалпы ерітіндінің массасы бұл кезекте бізде 250 граммға тең болады. Келесі берілген ақпараттардың бірі ол тығыздық 1,4 грамм бөлінген миллилитр дейді. Енді бізден сұрап жатқан дүние бұл жақтағы ол малярлық концентрация. СМ-ді сұрап жатыр бізден. Енді қарайық, құрметті оқушылар. Малярлық концентрацияны табу үшін біз бұл жақта енді масса берілген екен, сондықтан мына формуланы қолдансақ болады негізі. Масса бөлінген малярлық масса көлем деген. Бізде масса бар. Малярлық массаны қазір есептей қоямыз. Бірақ бізде не жоқ бұл жағдайда? Көлем жоқ екен, құрметті оқушылар. Сондықтан мына тығыздық сіздерге бекерден бекер берілген жоқ. Осы тығыздықты қолдану керек. Яғни В ерітіндіні табу үшін біз масса ерітіндіні бөлеміз тығыздық ерітіндіге. В тең масса бөлінген ро. Масса ерітіндіміз бізде 250 грамм, ал тығыздығымыз 1,4 грамм миллилитр. Граммдар қысқарып кетеді. 250-ді бөліп жіберейік 1,04-ке, шығады бізде 240 миллилитр. Енді концентрация болғандықтан, әрине біз бұны литрға айналдырып аламыз. 0,240 литр деп қояйық. Көрдіңіздер ме? Енді бізде дәл қазіргі сәтте көлем де бар. Болды, енді кәдімгідей жаңағы формулаға қоя саламыз. Малярлық концентрация еріген зат, яғни бұл жақта еріген затымыз натрий OH. Кеттік. Оның массасы бізде 10 грамм. Малярлық массасы 40 грамм моль. Және көлемі. Көлемі бізде 0,240 литр. Осы кезекте граммдар қысқарады. 10-ды бөлеміз 40-қа, бөлеміз 0,240-қа. Шығады бізде 1,042 деп алсақ болады екен. Моль бөлінген литр. Яғни жауап бізде С нұсқасына сәйкес келеді екен. Келесі бір есебімізді көрейік, құрметті оқушылар. Концентрациясы 0,75 малярлы, жарты литр фосфор қышқылы ерітіндісін даярлауға қанша зат қажет дейді. Жақсы, ең алдымен бұл жақта бізде берілген ақпараттар ол концентрация 0,75 малярлы және көлем 0,5 литр. Енді бізге массаны табу қажет екен, құрметті оқушылар. Массаны табу үшін біз әрине жаңағы концентрация көбейтілген малярлық масса көбейтілген көлем деген формуланы қолданамыз. Бұл жақта айтпақшы бізде масса ретінде, яғни еріген зат ретінде бізде фосфор қышқылы екен, яғни H3PO4. Кеттік, ал жаңағы ақпараттарды қолданып формулаға салайық. Концентрация бізде 0,75 малярлы, көбейтілген малярлық массасы 3,31,64. Жалпы 98 шығады. Және көлем ретінде бізде 0,5 литр дейді. Кеттік, барлығын көбейтейік. 0,75 көбейту 98, көбейту 0,5 шығады бізде 36,75 грамм. Болды, жауап бізде Б нұсқасы екен. Тағы да бір есеп көрейік ендеше, құрметті оқушылар. Натрий гидроксидінің малярлық концентрациясы 2 малярлы, тығыздығы 1,1 грамм миллилитр ерітіндісіндегі натрий OH-тың үлесі.
Енді құрметті оқушылар, бізге берген ақпараттар ол концентрация және де тығыздық. Бірақ бізден сұраған дүниесі массалық үлес. Онда бізде жаңағы формула бар еді концентрацияның. 10 ро омега бөлінген малярлық масса деп. Осы формуланы біз қолданамыз. Неге десеңіздер, бізде концентрация бар, тығыздық бар, енді 10 бар, массалық үлес жоқ, малярлық масса бар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл жағдайда біз натрий гидроксидінің массалық үлесін өте оңай таба аламыз. Оны табу үшін біз концентрацияны көбейтеміз малярлық массаға және 10 мен тығыздықтың көбейтіндісіне бөлеміз. Кеттік, ал есептейік. Концентрация бізде 2 малярлы, көбейтеміз. Малярлық масса натрий OH-тікі бізде 40-қа тең, 40 грамм бөлінген моль. Төменгі жағына бізде 10 және тығыздығымыз бізде 1,1 грамм бөлінген миллилитр болып саналады. Енді бұл жақта. Кеттік, ал есептейік. 2 көбейту 40, 80 бөлінген 10 бөлінген 1,1. Шығады бізде бұл кезекте 7,27%. Енді бүтін мәнге дейін жуықтап 7,3 деген ц нұсқасын белгілейді екенбіз. Тағы да бір есеп көрейік ендеше, құрметті оқушылар. Массасы 180 грамм, 10% бромсутек қышқылы ерітіндісіне 22,5 грамм бромсутек қосылды. Түзілген ерітіндідегі бромсутек қышқылының малярлық концентрациясы. Бұны енді жалпы кішкене алдыңғы сабақтардағы ерітіндіге ұқсайды, жаңағы қоюлату деген процесс бар еді, соған ұқсайды екен, бірақ бізден массалық үлес емес концентрацияны сұрап жатыр. Ал кеттік, енді шығарып көрейік. Кішігірім бір ыдыстарды сызып қояйын, құрметті оқушылар. Кішігірім бір ыдыстар, осындай бір 3 ыдыс салсақ жеткілікті. Енді бірінші жалпы ыдысымыздың жалпы массасы 180 грамм және оның ішінде бром сутегі бар екен. Оның пайызы 10%. Яғни мына 180 граммның 10%-ын тауып алатын болсақ, бізде 18 грамм деген масса шығады. Келесі, оған 22,5 грамм бром сутек, таза H бром қосқан екен 22,5 грамм. Енді қараңыздар, бұл екеуін бір ыдысқа құйған кезде 180 мен 22,5 өзара қосылады да 202,5 грамм деген жаңа бір үшінші ерітінді пайда болады. Енді бұның ішінде сонымен қатар, құрметті оқушылар, бізде H бромымыз да бар және оның массасына келетін болсақ, бірінші ыдысымызда 18 грамм болды, екінші ыдысымызда 22,5 болды. 18-ге 22,5-ті қоссақ, 40,5 деген H бромның массасы шығады екен. Енді бізден массалық үлес сұраған жоқ, бізден концентрацияны сұраған. Сонымен қатар бізде тығыздық белгілеп қойған екен. Енді құрметті оқушылар, қараңыздар, бізде бұл жағдайда H бромның массасы бар. Концентрацияның формуласы масса бөлінген малярлық масса бөлінген көлем. Яғни бізде масса бар 40,5 деген. Еріген заттың массасы бар. Малярлық масса жаңағы сутек 1 бром 81 деген 80 деген секілді. Малярлық масса 81 бар. Бірақ бізде не жоқ, құрметті оқушылар? Көлем жоқ. Сондықтан ең алдымен мына жақта масса үшінші ерітінді бар, тығыздығы берілген. Осы екеуінен біз нені тауып аламыз? Көлемді тауып аламыз. Ерітіндінің көлемін табу үшін, құрметті оқушылар, жаңағы формуланы қолданамыз, масса ерітінді бөлінген тығыздық ерітінді. Массамыз 202,5. Мына жақта кішкене көрмей қалған екен. Так, масса ерітіндіміз бізде 202,5. Және тығыздығымыз бізде 1,47. 202,5 бөлінген 1,47 шығады бізде 137,75 дейді. 137,75 миллилитр, Ал енді оны литрға айналдырсақ, тағы да біз не істеп жүреміз? 1000-ға бөліп жүреміз. Сонда бізде 0,137 деген литр пайда болады екен. Әрине біз оны төменгі бөлігіне осылай жазып қоямыз. Енді калькуляторға салып жүрейік. 40,5 бөлінген 81 бөлінген 0,137 шығады бұл кезекте 3,65 деген малярлы деген жауап шықты. Енді бүтін мәнге дейін жуықтаған кезде Б нұсқасын осы кезекте белгілейді екенбіз. Міне жалпы осымен, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің бірінші бөлім өз мәресіне жетті. Келесі екінші бөлімде тағы да көбірек практика жасап, күрделі С деңгейлі есептерді қарастыратын боламыз. Сіздерді екінші бөлімде күтемін.